Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін қазақтың ұлттық асының бірі қазыны айналдыру әдісімен таныстырып өтемін. Қазы адам ағзасына өте пайдалы, бұл қанның құрамындағы гемоглобинді көтереді. Қазыны айналдыру үшін қазыға арналған ет, қазының дәмдеуішіне сарымсақ, тұз, қара бұрыш және қазыны екі жағынан бекітіп байлау үшін жіппен ағаш таяқшамыз, жылқының шегі және бір штук бізге пияз қажет болады. Сарымсағымызды үккіштен өткізіп, тұзбен қара бұрышпен араластырып, қазыға арналған етімізге жақсылап жағып, тұздап, салқын жерге шығарып қоямыз. Енді қазымызды айналдыратын шегімізді тазалауға кірісеміз. Шекті алдымен таза суға ысқылап, әбден 2-3 рет шайқап жуамыз. Әбден таза болу керек шек. Және іші сыртын жақсылап ысқылап жуғаннан кейін жақсылап тұздаймыз. Тұзды көбірек сеуіп, шекті тұздап, біраз жарты сағатқа қойып қоямыз. Тұздалған шегімізді қайтадан жуып, ішін су жүргізу арқылы жақсылап тазартып аламыз. Себебі тұз барлық ішіндегі ащы дәмнің барлығын алып түседі. Және шектің дәмі қазыға сіңіп кетпеу үшін жақсылап жуғанымыз дұрыс. Енді пиязымызбен, шекке сиятындай ашылып алған пиязымызбен шектің ішіне осылай кіргізіп, шектің іші арқылы жүргізе отырып, шектің ішіндегі қалған қалдықтарını тазартып, жақсылап осылай тазартып аламыз. Себебі ішіндегі қалдықтар қалу мүмкін. Оны сіз сумен жуғанда кетпеген, осы пияз арқылы тазартып алған дұрыс. Осы әдісті мен анам қолданушы еді, бүгінде мен соны қолданып көрдім. Енді сол тазартылған шегімізді жуып алғаннан кейін етімізді шекке осылай біртіндеп кіргізіп айналдырамыз. Мұнда ең маңыздысы бір ет, бір май болу керек, соған аса назар аударған дұрыс. Себебі бір ет болып қалмау керек. Қазы жақсы болу үшін бір ет, бір майдың біркелкі болып өтуін қадағалау қажет. Етімізді осылай аяғына дейін шегімізге кіргізіп, жақсылап бір жағын жіппен байлап, ағаш қысқышпен қысып қойыңыздар. Шпажкамен не болмаса, зубочисткамен не болмаса осындай ағаш таяқшаны пайдалана отырып қысып қойсаңыздар болады. Бұны шекті арғарай ішіндегі етті жылжытқан кезде сыртқа шығып кетпеу үшін көмегін тигізеді. Жібімізбен жақсылап байлап аламыз осылай. Сосын шектің ішіндегі қалған етті ақырындап қолымызбен жылжытып, шектің бойымен жүргіземіз тағы да. Бұл жерде жаңа арасында қалып қалған бос орындарға етіміз жақсы орнығу үшін осы әдісті пайдалансаңыздар болады. Осылай ақырындап толықтырсаңыздар болады. Енді шекті айналдырып болғаннан кейін қазының соңын бекітіп, тағы да ағаш таяқшамызбен бекітіп, тағы да жіппен байлап аламыз. Бірінші қазымыз толықтай айналып дайын болды. Енді екінші қазыны айналдыруға кірісеміз. Қазы айналдыруда ең басты назар аударатын бұл шекті жыртып алмауымыз керек. Бір ет, бір май арқылы жүргізе отырып, жыртып алмай айналдырған дұрыс. Егер де қазының ішіне ет симай жатса, көлеміне қарай пышақпен кесіп, тіліп жіберсеңіздер болады еттің өзін. Айналдырып болған қазыны салқын жерге салқындатып кептіріп алғандарыңыз дұрыс. Қазы айналдырудың ең оңай әдісі осындай. Сіздермен бірге болған Қарлыға алдағы уақытта дәмді кеңестерден тағы да рецепт күтсеңіздер, арнама жазылып пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.